Балалар, мен сендерді бұл жерге қабірстанға, бұл мазарға, мына қабірге не үшін ертіп келдім? Себебі сендер ертең елдің көзі, шырағы, елге осында ілім тарататын бір осы еліміздің азаматсыңдар. Сол кезде үлкен өмірге араласқан кезде алдарында үлгі болатындай, ай мен күндей жарқырап тұратын, маяк сияқты сендерге шырақ шашып тұратын, осындай Өзбекәлі Жәнібек сияқты әулие болмаса да әулиеге пара-пар кісілердің өмірінен үлгі алсын деп ертіп келіп отырмын. Бұл аталарым 48 жылы мектепті бітіргеннен кейін осы жердегі Құрман ата деген атасынан барып молда кісіден баталған кезінде атасы тұрарды айтады: "Ай, жарайсың бала, бата менен жаңағыдай ерге көреді, жаңбыр менен жерге көреді" деген, атаңның ботасынан батасын ал, ботасы беріп бат, батасын мәңгі бақи келіп жіберіп жүр, жай қолын дейді, қолын жайса сол жерде жаңағыдай Айберген 40 шілтенің шылауында бол, арыстан бап атаң сені желеп жіберіп жүрсін, Құдай қолдасын, пайғамбардың шапағатында бол, барлық әулие сенің тілегіңді тілеп тұрсын, айналайын, қайда барсаң да жарқыраған жол болсын. Ал сау бол деп, аумин деп шығарып салып дейді. Содан енді бұл аталарым 48 жылы Алматыға оқуға түседі. Ол жерде өзі Каспий дейді, қазір Абу дейді. Алматыда педагогтар дайындайтын институтта оқуға. Бұл кісінің көкірегінде бір-ақ арман болған. Мына СССР-дің кезінде сіздер мен біздердің ата-бабаларымызды қараңғы надан қылу үшін, оқымаған, осындай топас халық жасау үшін аталарымыздың бәрін нышандап өтірік, кітаптарын бәрін өртеп, тентіреп толтырып жіберген. Осындай әулиелердің бастарына адамдар келмесін деп заңмен тыйым салып, сосын айналасын бәріне жүгіріп ұстаған. Сол кезде осы Өзбекәлі аталарым келіп, жаңағыдай 78 жылдары министрдің орынбасары болып тұрған кезде соның бәрін жойып, бәрін көтеріп, реставрация жасатып, жарқыратып, жайнатып қояды. Үстінен бұны коммунистер арыз жазады, осылай да осылай Өзбекәлі Жәнібеков әулиенің басын жаңағыдай көтеріп, ескішіл дінді көтеріп, пәлен-пәлшін. соны бұны бюрода жиналыста мәселесін қарайды. Сонда Өзбекәлі аталарың айтты: "Сендер Европаға барғанда қарасыңдар, туристер қайда барады айналайындар". Біз өскен өнген еліміз деген кезде бірінші сол өздерінің христиандардың әулиелерінің шіркеулерін алып барып көрсетеді, одан мына біздің жаңағы ел екеніміздің белгісі ретінде дәлелдеп көрсетеді. Қайда барасыңдар басқа? Ертең Қазақстанға да келсе, шетелдіктер қайда барасыңдар сендер? Мыналар аталар әулие шықпаған екен, кітап көрмеген екен, бәрі жабайы екен деп айтады. Сендерге сол совет адамы жабайы, надан, қараңғы деген керек пе сендерге? Содан бәрі ойбай болды, Өзбекәлі жеңді тоқтады дейді. Содан 78 жылдан бастап бұл аталарың мына не бар ма? Осы жердегі арыстан баб аталарының басындағы жүгеріне осындай жарты метр қалыңдығы инегетін болған, соның бәрін жояды, ары қарай шегіндіреді, реставрация жасайды, ішінің бәрін гүлдей жайнатып қояды. Сосын Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи аталарының күмбезін құлатпаймын деп бұл кісі кәдімгі жан алысып жан беріскен. Кейіннен 7 ай мәдениет министрі болып тұрады Қазақ ССР кезінде. Сол кезде бүкіл СССР-дің кезіндегі чиновниктардың 70 жылда 60 жылда жасамаған жұмысын Өзбекәлі Жәнібеков аталарын 7 айдың ішінде қопарып төңкеріп істеп тастады дейді. Сонда жаңағыдай бұл кісі Қожа Ахмет Яссауи аталарының жолын ұстанған содан үлгі болады. Бұл кісі топырақ сипат дейді. мынандай қара жұмысқа арманда араласып министр кезінде соны Яссауидің басын жұмысын істеп жатқан кезде реставрация топырақ сипат болу керек адам деп сол жерде жаңағыдай бәлсінбей солда лай тасып, топырақ тасып жұмысшыларға көмектесетін болған. Енді бұл кісі жаңағыдай мектепті бітіріп келген кезінде осы жерге қарады дейді, осы арыстан баб қорымына қараса жылқылар жайылып жүретін бәрі мал басып кеткен ғой, енді қарау жоқ, әдейі істеген ғой. Сонда біздің қазақ ата-бабамыздың мәдениеті осы қорымдарында әулиесінің басында жылқы мал жайылып жүретін деңгейге дейін түстік бар. Енді осыма жеткен жерімізде еңіреп осы жерде еңкілдеп жылады дейді. Содан ант берді дейді, сол жерде осыдан денім сау болатын болса, аяқ қолым бүтін болатын болса, осыдан біз пәрменіп жүріп тұратын болса, осы әулие ата-бабаларының жолын тірітпей қоймаймын дейді. Содан бұл кісі өлгенше осымен шайқасып өткен. Енді бұл кісінің мәдениет саласына сіңірген мына музейлерді ашуы, жойылып кеткен қолөнердің бәрін тірілту, оның бәрін айта берсең, ол том әңгіме, оны есейгеннен кейін сендер өздерің оны кітап оқып аласыңдар. Бұл енді баяғы заманның қиссасы емес, аңызы емес. Міне 1998 жылы дүниядан өткен бұл кісі көзбен көріп, қолмен ұстап, бұл кісінің қасында жүрген адамның бәрі, бұл кісінің ерлігінің бәрін, өмірін жақсылап жазып бізге қалдырып кеткен. Ең соңғы бітірген шаруасы осы қызметтен кетерінің алдында 1989 жылы жан алысып, жан берісіп, Ленинградтағы тамыр-таныстарына неше түрлі жаңағыдай із салып жүріп, Түркістандағы Тайқазанды қайтадан отанына алдырып алған. Түсіндіңдер ғой, бұл өзінен өзі келмейді, баяғыда большевиктер әкеліп қойған жаңағы советтің кезінде. Міне енді осындай әулие ата-бабаларыңды көріп, басына арнайы зиярат жасап, әулие жаңағыдай әруақ мырза болмай, тірі баймайды дейді, өлік дейді, құранға тоймайды, тірі дейді, дүниеге тоймайды дейді. Қазір осы жерде сендерге кейінгі ұрпаққа үлгі болу үшін осы кісіге Құран оқып, әруағына дұға бағыштаймыз. Түсіндіңдер ғой?